Күрмеу қиын мәселелерді шешуде президенттік жастар кадрлық резервінің рөлі маңызды. Мемлекет басшысы Павлодар облысына жұмыс сапары кезінде өңірде әр салада еңбек етіп жүрген резервшілермен де арнайы кездесіп пікір алмасты. Облыс бойынша ең өзекті проблема, ең өзекті түйткілдері қандай екен? Өзекті мәселелердің бірі бұл ұялы байланыстың кейбір ауылдарда жоқтығы. Енді соңғы жылдың ішінде ол сұрақтар шешіліп келе жатыр. 7 ауылда болмаған еді, биыл 5 ауылда жүзеге асырдық. Ендігі жылға тағы жоспарлап отырмыз. 250 адамнан халқы жоғары ауылдарда амандық болса, ендігі жылы цифровизация министрлігінде қолдауы бар, жүзеге асырамыз. 2020 жылы мен Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметші конкурсының жеңімпазы атандым. Біз жас мемлекеттік қызметшілеріміз Қазақстан Республикасының дамуына барлық күш-жігерімізді салуға дайынбыз. Сондықтан осы президент жастар кадр резервінен іріктеуіне қатыстым. Қазіргі таңда мен 5 кезеңде өттім, енді алдымызда 3 кезең қалды. Қазіргі уақытта жастар президенттік кадр резервіне іріктеудің 5 кезеңі аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, биыл барлығы 50 орын бар.